Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен бірге қазіргі таңда хит болып жатқан королевский салатын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге осындай чечил ірімшігі керек болады. Оны ұзынша етіп үзіп аламыз. Мен бұл салатқа сиыр етін пісіріп алып қосамын. Әркім өз қалауынша қосса болады. Тауық еті болса да, колбаса болса да, әркім өз қалауынша қосуға болады. Одан соң помидорымызды осындай бөліктерге бөліп шықтым. Ал егер черри помидор болса, сол помидор қоссаңыз да болады. Қиярымызды да осылай ұзынша етіп бөліп алып, кейіннен көбіктеп турап шықтым. Суға піскен жұмыртқамызды осылай турап шығамыз. Сырты да осындай видеодағыдай етіп турап аламыз. Чечил ірімшігінен аз ғана бөлігін алып, осылай майдалап турап салатымызға қосамыз. Салатымызға дәміне қарай тұз қосамыз. Одан соң 2 қасық майонезімізді салып, салатымызды жақсылап араластырамыз. Салатымыз дайын болды. Енді үстіне чечил ірімшігін осындай қылып қоямыз. Егер рецепт ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк баса кетіңіз. Ас болсын.